Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге дәмі тіл үйіретін, үйдегілердің барлығына ұнайтын, ерекше бөрек жасайтын боламыз. Бөрегімізге керекті ингредиенттер: брынза 300 грамм, сыр 300 грамм, кинза 30 грамм, лаваштың дөңгелек түрінен осындай менде екеу істеттім, кейбіреулерінде 4 болады. Және арасына жаққанға су. Ең бірінші сырымыз бен брынзамызды үккіштен өткізіп аламыз. Міне дәл осы видеодағыдай үлкен тор көздерден өткізесіздер. Құрметті көрермендерім, менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар дегім келеді. Видеода мен сіздерге бөрек пісірудің барлық қыр-сырымен бөлісетін боламын. Енді біз кинзамызды кішкентай бөліктерге бөліп турап аламыз. Балаларыңызға кинза ұнамайды, өзіме ұнамайды деп уайымдамаңыз, себебі кинзаның дәмі мүлдем білінбей кетеді. Менің балаларыма ұнады. Достар, енді осы 3 ингредиентті бір-біріне қосамыз. Моцарелла сырын таңдаған себебім бұл басқа сырларға қарағанда тұзды емес және піскен кезде өзінің қышқыл дәмі шықпайды. Өте дәмді болып шығады. Нағыз жақсы бөрек пісірем десеңіздер, моцарелла сырын қолдануға кеңес беремін. Егер де сіз бөректің дәл осы моцарелла, брынза және кинза қосылған түрін жеп көрмесеңіз, міндетті түрде жеп және жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Ендігі кезекте біз 2 лавашымызды торт кескендей етіп 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Ал қалған 2 бөлігін мен 6 бөлікке кесіп дайындадым. Екеуін 2 түрлі кескен себебім, біреуінен ұзын бөректер шығады, ал екіншісінен қысқа, балаларға жегенге ыңғайлы бөректеріміз дайын болып шығады. Енді қыздар, кесілген лавашымыздың арасына салмамызды салып орайтын боламыз. Арасына салған салмамыз қатты қалың болмау керек. Осылай спираль пальчик сияқты қылып, жіп-жіңішке қылып әдемілеп орайсыздар. Ұшына аздап су жағасыздар. Майға салған кезде ашылып кетпес үшін осылай жақсаңыздар, бір-біріне қамырымыз тығыз жабысып қалады. Келесі кезекте де сіздерге 2-3 бөректің оралу жолын асықпай көрсетіп жіберейін. Құрметті менің көрерменім, егер де сіз менің каналымда бірінші рет болып отырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қоса кетуіңізді сұраймын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдірсеңіз жеткілікті. Бөрегімізді түйген кезде лавашымыздың әдемі күймеген жағын сыртына қаратып түйеміз. Сонда піскенде де күйме әдемі болып шығады. Мінекей қыздар, біздің бөректеріміз осымен оралып дайын болды. Енді қуырамыз. Қызып тұрған табамызға майымызды бөрек жартыдан жоғары бататындай етіп құйып, қуырып бастаймыз. Бөректің жабыстырылған бөлігін бірінші төмен қаратып саламыз. Сол кезде бөрегіміз ашылып кетпейтін болады. Отты орташа қылып қоясыздар. Тым қатты қоятын болсаңыздар, онда бөрегіміз өз күшіне жетіп піспей қалатын болады. Орташа отта сырымыз жақсы ериді, брынзамыз өз күшіне дейін жетіп, сондай әдемі болып шығады. Бөректерді сүзіп алардың алдында ыдысымызға майлық қағаздарды төсеп қоямыз. Сонда бөрегіміздегі артық майлардың барлығын өзіне сіңіріп алады. Бөректің екі жақ беті бірдей қызарып бастаған кезде бөректерімізді ақырындап ала бастаймыз. Егер де қатты көбірек тұрып кететін болса, бөректің ішіндегі сырымыз сыртына шығып кетеді. Отбасыңызда балаларыңыз сырдың любителі болатын болса, онда міндетті түрде осы тағамды жасап беріңіз. Наггет сырдың орнына болсын, өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде видеоның соңында дейін көріңіздер. Менің балаларымның реакциясын өздеріңіз көретін боласыздар. Майдың бетіндегі осындай қоқымдарды сетамен міндетті түрде тазалап алыңыздар. Бөректің ішіндегі жаңағы салмамыздың
аздап-аздап майға бәрібірде түсетін болады. Екінші бөлігінде дәл осылай пісіріп аламыз. Майымыз әбден өзінің температурасына жетіп тұрғандықтан бөліктеріміз бірдей болып, әдемі болып тез-тез пісетін болады. Мен сіздерге өзімді кішкене таныстыра кететін болсам, менің есімім Айнара, жасым 25-те, Астана қаласының тұрғынымын, 2 кішкентай сәбидің анасымын. Менің жаңадан ашылған каналыма өзіңіздің қолдауыңызды білдіре кетсеңіздер деп өтінемін. Маған подписаться етіп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біздің үйдің балақайларына қатты ұнады. Сіздер де үйлеріңізде жасап көріп, балапандарыңызды қуантыңыздар. Осымен достар, біздің тез әрі дәмді дайындалатын выпечканың бір түрі бөрегіміз дайын болды. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.